Бұл жарайсын бағдарламасы біз Әлия Әбілқайырмен әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Әлия, сен танымал әншісің, көрікті әншісің. Шығармашылығыңды жақсы танып жатсақ та, жеке өміріңді біле бермейміз. Қандай қызықтар бар? Жеке өмірде әзірге жаңалық жоқ. Өлі тыныштық па, жоқ әлде бар ма бір нәрсе? Жоқ, өлі тыныштық деп те айта алмаймын. 50-50. Яғни басың бос, Жүрегің бос емес. Жоқ, жүрегің бос емес, Әлде сүйегің керісінше бар. ма? Жоқ, жүрегім бос, басым да бос. Бірақ Мен сүйіктің бар. Жоқ, мен қазір таңдау үстінде. Жанкүйерлер бар. Жанкүйерлер бар. Енді Неше жігіттің арасында таңдау жүріп жатыр. ол жағын ашық айтқан дұрыс па, жоқ, дұрыс па мен білмеймін. Жарайды, бұнан ашық айтшы, онда саған солардың ішінен қымбат сыйлық ұсынғандары болды ма? Солардың ішінен қымбат сыйлық. Жарайды, олардың ішінен болмасын, басқа да жанкүйерлердің. Енді сыйлықтар болып тұрады, бірақ дәл қазір міне маған мынау адам көлік сыйлады, не болмаса мынандай құнды зат сыйлады дегенді айта алмаймын. Сыйлықтар болып тұрады. Ең құнды сыйлық оның ішінде жаңағы қыз, жалпы қыз баласы әдемілікке құмар, сол себепті әшекей бұйымдар Жоқ, 10 мың көбінде. теңгеден төмен түсетін сыйлықтар. 10 мың теңгеден аз тұратын сыйлықтар туралы емес мен сұрап отырғаным. Асхат, сен қателесесің, жүзік, егер де гауһар тасы 5 караттан аса, ол қомақты ақша. Жақсы, сондай сақина жүзіктер сыйланды Ондай ма? жүзіктен 3-4 жүзік бар сыйланған. Жаман емес. 100 мың ақш долларынан санасаң. Бірнеше клип, бірнеше альбом жазуға болады. Солай. Сатпаймыз ба енді соларды? Бейнебаян түсірсем таң қалмаңыздар. Жақсы. Өмірде өкінетін әттеген-ай деген кездерің болады ма? Жоқ, мен өкінбеймін. Керісінше, мен Аллаға шүкір деймін. Себебі өткен күн болмаса, болашақ келер күнде болмайды ғой, сол себепті мен ешқандай өкінбеймін. Жақсы, ал махаббат жағынан жолың болғышсың ба? Қалай айта аламыз? Әлде жүрегің жиі жаралана ма? Жарайды, осылай Жоқ, сұрайыншы. өзім ба? Жоқ, өзімнің жүрегім жиі жараланбайды. Яғни сіз жаралап жүресіз ғой жігіттердің Енді жүрегін. жаралап жүрген шығармын ұсыныстарға қарағанда. Қанжарға тап кететін шығарсың бәлкім. Енді әдейі емес, солай болып қалып жататын шығар, бірақ жалпы өзімнің жақсы көріп жүрегімнің жаралануы ол өте қиын. Жақсы, Әлия Әбілқайырдың жүрегін жаулау үшін жігіт қандай болу керек? Енді мен қазір бойында мынандай қасиеттері болсын, не болмаса қалтасында миллионы болсын деп айтпай қояйын. Неге? Енді Болсын да, ақыры болғансың. Менің ойымша таңдау оңай жүреді. Өйткені мынау керек емес, мынау керек десең, 50% өзімен өзі кетіп қалады. мен ойлаймын, дүние ол қолдың кірісі. Жоқ, мен дүние жайында айтып отырған жоқ. Мінезін айтып кетсем болады. Мінезіне енді тоқталсақ болады. Сабырлы адамды қалаймын, және әйел адамға тірек бола алатын ер азаматты қалаймын. Өнердегі жүрген қыз балаға өте қиын. Сол себепті маған демеу, қолдау көрсете алатын бір еркектік мінезі бар адам кездессе деп ойлаймын. Демеу дегенде рухани жағынан. Рухани жағынан. Жақсы, бізде қазір қызық тақырыптағы сюжет, одан соң біз Әлиямен қызықты сұхбатымызды жалғастырамыз. Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты ғылым мен білім саласында іргелі ізденістер жасап, мәдени мұраларымыздың саны мен сапасын арттыруға үлкен үлес қосып келеді. Жақында осы институт бабалар сөз деп аталатын 100 томдық үлкен серияның алғашқы 97 томын жарыққа шығарды. Бұл сериядағы кітаптардың қалған томдықтары жыл соңына дейін көпшіліктің қолына тиеді. Бұл біздің мінекей фольклорлық мұраларымыздың түгендеу деген сөз. Яғни болашақта мысалы латын әліпбиіне көшкен жағдайда кейін осылардың бәрі дайын тұрған зерттеу, осының бәрі іріктелген, ертең латын әліпбиіне көш жасалады. Сондықтан да мысалы әдебиет, мәдени мұраларымыз ретінде болашағымызға бағытталған зерттеу, болашаққа бағытталған кітаптар деп есептеймін. Елбасымыз дүние жүзі қазақтарының құрылтайында шетелдегі қандастарымыздың әдебиеті мен мәдениетіне үлкен көңіл бөлетінін айтқан болатын. Кезекті жолдауында да тарихымызды тың көзқараспен зерделеп, оны үлкен жобаға айналдыруда айрықша атап өткені мәлім. Қазір институт бұл салада да біраз ізденістер жүргізуде. Осыған орай Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты тағы бір бастама көтеріп отыр. Ол мынау авторлық әдебиетті түгендеу. Бұл ғасырлар үні деп аталатын бағдарлама, бұл да 100 томдық.
біздің әдебиетіміз өте бай. Фольклорны түгенде алатын болсақ, енді қолжазба, авторлық әдебиетті алатын болсақ, сонда біздің жыршыларымыз, жырауларымыз, ақындарымыз, термешілеріміз, солардың мұраларының бәрі жинақталып, 100 том болып шығарады. Осыған байланысты қазір біз білім және ғылым министрлігіне, үкіметке арнайы ұсыныстар беріп жатырмыз. Егер осы қаржы жағынан шешілген жағдайда осы мәселені біз халыққа ұсынатын боламыз. Қазақ поэзиясы мен прозасының антологиясы деп аталатын мына еңбек ақш-тың Колумбия университетімен бірлесе жұмыс істеудің нәтижесінде жақында ғана жарыққа шықты. Онда әдебиетіміздегі бұрынғы және қазіргі ақын жазушылардың еңбектері түгел қамтылыпты. Осы Колумбия университеті бірлесе, биыл тағы да бір жоба жүзеге асырамыз. Ол адам және табиғат деп аталады. Ол Абайдан бүгінгі күнге дейінгі табиғат жыры, табиғат пен адам мәселесі, және бұл заманауи сұраныстарменен мынау біздің 2017 жыл өтейін деп отырған Экспо 17-імізге де ыңғайланып шығарайын деп отыр. Бұның да қазір жобасы жасалып, Америка құрама штаттарына біз қазір тізімін жібердік. Тізім іріктелгеннен кейін осы ағылшын тіліне аударылып, жылдың аяғына дейін шығатын болады. Ғылым ордасының жаңалығы бұнымен шектелмек емес. Жақында Абай мен Жамбыл туралы жаңа кітаптар баспаға жол тартқалы отыр. Институт қызметкерлері бұл еңбектерді күзге дейін жарыққа шығаруды жоспарлауда. Ал біз өз кезегімізде институт ұжымына іске сәт дейміз. Біз әлиямен әңгімемізді әрі қарай жалғастырамыз. Кезінде суперстар, әнші балапан секілді жобаларға қатыстың. Ақтық сынға жеткен кездерің болды ма? Әнші болғым келеді де бас жүлде алған кездерім болған. Және ерекше дауыс иегері номинациясын алғам. Енді есейгеннен кейін қатысқан байқауларым әзірге жоқ. Соңғы рет сол 14 жасымда Болгарияда өткен байқауда 3-ші орын алғам. Енді бірақ жалпы өзімнің байқауға қызығушылығым бар, қатысқым келеді. Жанды дауыстан мен ләззат аламын десем болады, жақсы дайындала аламын. Сол себепті болашақта мүмкін қатысып қалармын. Өнеріңді сынаушылар көп пе? Өнерімді мүмкін сыртымнан сынап жататын шығар, бірақ маған әзірге даусыма не болмаса өзіме сын айтылмады, тек қана жалқаулығыма тиіседі, енді ол дұрыс. Жақсы. Ұзын құлақтан естуімізше, сен Алтынай Жорабаевамен жұмыс істейін деп жатыр екенсің. Алтынай Жорабаева саған продюсер болайын деп жатыр екен. Оны қайдан естідіңіздер? Біз бәрін білеміз. Қызық, мен күтпеген жерден осындай күйге қалдырдыңыздар. Негізі бұл әлі нақты шешілмеген болатын. Алтынай әпкем, мен үлкен алғысымды айтам және рахметімді айтам. Расында жанашыр адам, менің өнерімді бағалап, маған әпке ретінде бір ақылын айтқан адам. Және продюсер, енді бұл нақты шешілмегендіктен мен әзірше ештеңе айтпай қояйын. Бірақ жалпы байқауларға қатысу жөнінде және Сәбит аға екеуі жұмыс жасап көрейік бірге деген сияқты ұсыныс тасталды. Өзімді де бір жағы қуантып қалды және қазір ойлану үстіндеміз. Алтынай әпке екеуміз кездесіп нақты шешсек, әрине сіздерге ол жайында айтармыз. Өзіңді қалай күтесің деген сұрақты қояйын. Қыз баласы болғаннан кейін маған өте қызық. Өзімді фитнеске мен інжуге. Өзіміздің құрбымыз әнші. Яғни аэробика. Аэробикаға барып тұрам. Арасында жіберіп қойып жүрмін. Еріншектің кесірінен дейші. Ерте кейде бара алмай қалатын кездер болады, бірақ жалпы бір ерекше күтімім бар деп айта алмаймын. Брендті киінгенді жақсы көресің бе? Бір заказбен алдыртып, не болмаса бір осындай нақты мына брендтен ғана киінем деп айта алмаймын. Мен айтып тұрмын ғой, мен қарапайым отбасынан шықтым, қарапайым тәрбиені көрдім, сол себепті ысырапшылықты ата-анамда мен де сүймеймін. Егер үшесе бағаға емес, оны азайтып сол киімге ұқсас киім табылып тұрса, неге ақшаны шашу керек? Киім, мысалы, көйлегің 2000 ақш доллар тұрса, ол қымбат па, арзан ба? 2000 ақш доллары мен үшін қымбат емес. Қымбат емес, ол дұрыс. Сахналық киімге ол 2000 доллар
көп деп айта алмаймын. ол Ал дұрыс. жай өмірде Ал кейде- жай өмірде қатты шашылмайтын әншімін. Жақсы. Әлия, саған көп рахмет. Уақытта бізге келіп сұхбат бергеніңе. Жаңа клиптің тұсауын жақында кеземіз деген үміттемін. Құдай қаласа. Біздің есігіміз сізге әрдайым ашық. Үлкен рахмет. Ертеңгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Өзім жеке бір үлкен шұға өнер орталығын аштым. Биші Шұғыла Сапарғалиқызының сыры мен шыны. Қытайдың білім беру тәрбиесінен ешкім ешқашанда жаман болмайды деп ойлаймын. Диана, сен де мен де өз мамандықтарымызды қателеспей таңдадық деп ойлаймын. Осы орайда мектеп бітірушілерге қателеспей өз кәсіптеріңізді игеріңіздер деп тілек білдірейік. Өйткені ұнамайтын мамандықты таңдасаңыздар, өмір бақи өкінетін боласыздар. Иә, алынбайтын қамал жоқ. Барлығы өз қолдарыңызда. Біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Ендеше Ел арнада, ел аманда жүздесейік.